Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының тұрақты көрермендері, біздерде әдеттегідей кейіпкер бағдарламасы және де біздің бағдарламамыздың кезекті қонағы театрымыздың белді актері, аға буын өзіміздің ағамыз, актер Амандықов Қуаныш Сайлауұлы. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Біздің жобамыздың ең бірінші мақсаты ол біздің театрымыздың, әріптестеріміздің, соның ішіндегі актерларды кең ауқымда таныстыру және солар жайлы үлкен мағлұмат беру мақсатында жасап жатқан бұл жобамыз кейіпкер бағдарламасы деп аталады. Сол бағдарламаға қош келдіңіз. Бұл бағдарламада біз сіздің өнердегі өміріңіз жайлы, жеке өнеріңіз жайлы көптеген мағлұматтар білетін боламыз және сізге сол жайында тек қана өнер жайында сұрақтар қоятын боламыз. Дайынсыз ғой? Дайынмын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, жаман емес. Ендеше бірінші сұрақтан бастасақ, жалпы мына әр адамның басына бұйыра бермейтін осы үлкен өнер жолына қалай келдіңіз? Алғашқы қадамыңыз қалай болды? Қандай оқиғалар болды? 97 жылы оқу бітіргеннен кейін қазақ театрына қабылдандым. Бір топ группаластармен бірге. Қабылдап алған Сердеш Қажымұратов ағамыз, Мұрат ағамыз режиссер, сол кезде қалыптасып келе жас режиссер болды. Сол кісінің алғашқы қойылымында ойнадық. Пай-пай жас балалар-ай деген қойылым болды. Сонда Қасымның образын сомдадым. Ең бірінші кірген бойда шығып кеткенім бар, қызықты оқиғадан. Театрға кірген бойда. Кірген бойда шығып қанша уақыттың ішінде? Азғантай уақыт болды. Тіпті сол күні Сердеш ағам айтты, қандай рөлде ойнаған келеді деді. Комедия ма, трагедия ма деді. Ойнағым келмейді дедім мен. Ешқандай рөл ойнағым келмейді? Маған қиын, пока ойнағым келмейді. Дайын емес болдыңыз? Сонда не қыласың деді. Бірдеңе жазуға болады. Жазатын шығармын дедім. Мұнда жазатын емес, бұл ойнайтын жер деді. Қолынан келе ме деді. Жоқ, келмейді дедім, шыға жіберді. Сосын? Сосын бір айналып келдім. Қайтадан кірдім. 97 жылы? Сол жылы. Сол жылы қайтып жұмысқа кірдіңіз? Қайтадан кірдім. Содан бері осы Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының қызметкерісіз. Иә. Шамамен 25 жылдай болды, иә? 24 жыл болды. 24 жыл болды. Осы 24 жылдың ішінде біраз рөлдер ойнаған шығарсыз, біраз образдар сахнаға алып шықтыңыз. Енді бірден осы сіздің өнеріңіз жайлы сұрақтарға көшейік. Жалпы осы 24 жылдың ішінде рөл ойнадыңыз, образдар сомдадыңыз. Ең алғашқы рөлді алған кездегі өзіңізде толқыныз қобалжу болды ма? Әлде сол рөлді алған үшін сондай бір қуаныш сезімі басым болды ма? Әуелі рөл алған кезде әрине қуанады барлық актерді. Сосын қорқыныштың құшағында қалады ғой. Қорқтық бәрімізде. Үрей болды, халықтың алдына шығу керек. Ал ең бірінші осы рөлді алған кезде, немесе сахнаға образды алып шыққан кезде ең бірінші неге мән бересіз? Ең әуелі әрине міндетті түрде жаңа образыңды талқылайды ғой. Бірінші басында четкіде. Сол кезде қандай адам болды ол? Егер портретный герой болса, оның өмірбаянын қараймыз. Не болмаса жаңа бір типаж адам болса, сол соған ұқсап бағасың ғой. Зерттейсің шамалап. Анализ жасап. Иә. Қолына келгенше. Және де келесі сұрағым, осыдан біраз жылдар бұрын 15-ші республикалық қазақ театрлар фестивалінде Камюдің Калигула спектаклінде Калигула рөлімен ең үздік ер адам бейнесі жүлдесін сіз жеңіп алған болатынсыз. Сол Калигула рөлінде, сол рөлге дайындық барысында, сол рөлге деген дайындық барысындағы бір қызықты оқиғалар, не болмаса соған деген дайындығыңыз жайлы кішкене айтып өтсеңіз, қалай болды, қалай алдыңыз оны? Калигула енді сол режиссер Мұқанғали Томанов деген режиссеріміз, группаласым өзімнің. Сол осы қолына келетін шығар деген болу керек, берді. Қиындау болды. Сол Калигуланың шығуына енді Мұқанның көп еңбегі сіңді. Ол Калигуланың кім екенін білген жоқпын шында. Не қылған адам екенін. Бір қанпезер деп ойладым әуелі. Шындығында бір дұрыс адам, дұрыс жақтары бар екен. Сосын қазбалаған кезде сол бейне пайда болды. Енді сол жерде бірге иық тіресіп ойнаған актерлардың, актрисалардың, жалпы ұжымның үлкен демеуін байқадым.
жас демей, біздер сол кезде жас буын болдық. Көмегін беріп аямай. Сол рөлдің шығуына үлкен көмек жасады бәрі де. Жалпы өзіңіздің көзқарасыңыз қазіргі уақытта сол кездегі Калигула рөл үшін үздік ер адам бейнесін жүлдесін алдыңыз. Соған сіз қазіргі кезде қалай? Ішіңізде мүмкін әттеген-ай деген кездер болар. Немесе толыққанды өзімнің көңілімнен шықты деп айта аласыз ба сол образды ойнаған сәтіңізде? Калигула жөнінде әттеген-айлар аздау. Себебі расыма да келіп тұрды. Ол 27 жастағы бейне болды, кейіпкер. Мен ол кезде 31 жаста болдым. Шамама келіп тұрды. Сосын бір жақсы бейне болды. Оң жамбасқа келген. Жалпы қалай ойлайсыз, сол кезде ең алғашқы жүлдеңіз, ұтып алған үздік ер адам бейнесін ең бірінші рет ұтып алдыңыз сол кезде. Қандай сезімде болдыңыз? Лайықтымын деп ойладыңыз ба сол кезде? Енді ол жерде 31-дегі адам, 32-дегі адам лайықтымын деп. Орда бұзар жастасыз. Лайықтымын деп, ет пен терінің арасындағы бір желік ол кезде басылған кез болу керек. 25-те болса қуанар едік, бірақ сол кезде енді оны ол жерде Асанәлі Әшімов деген ағамыздың қолынан алдым. Сол кісінің үлкен тартыстар болды. Бір адамдар қарсы шығып жатты, жүриді. Сол кісі кәдімгідей жылып алғандай болып берді. Осы кісі алу керек деп, осы бала алу керек, осы балаға беру керек деп. Бұл қай жылдары болды? Бұл 2009 бекен, 2008 бекен сол жылдар. Былай жасайық, сізге мен викториналық сұрақтар қояйын. Ұзын сонар сұрақтар болғанмен, сіз бір-екі ауыз сөзбен жауап беруіңізге болады, бір-екі ауыз сөзбен. Не болмаса, жауап беруіңіз келмесе, келесіде өткізіп жіберемін. Жарайды. Дайынсыз ба? Дайынмын. Бірінші сұрақтан бастайық. Өзіңіздің жаныңызға ең жақын рөліңіз? Махамбет. Махамбет рөлі. Театрда өміршең, ерекше спектакль сіз үшін қай спектакль? Бәрі де жақсы біздегі қойылымдар. Осы кезге дейін түспеге атқан шойын қатын бар бізде. Елкен ағамыздың Жылқышановтың қойылымы. Жәмила деген қойылым өмір ұзақ болады, сол шойын қатын сияқты. Сіз үшін болашақта ойнағым келеді деген рөліңіз бар ма? Ойнағым келеді деген. Ойламаппын. Ойламадыңыз. Актер болу немесе мұғалім болып қалу? Сізге қайсысы ыңғайлы? Екеуі де. Осы соңғыда театрымыздың жаңа премьерасында Балқаштың рөлін сомдадыңыз. Томирис спектаклінде. Сізге Балқаш немесе Махамбет рөлі? Қай рөл сізге өте қиын болды? Қиыны Махамбет. Махамбет рөлі. Сізге жағымды кейіпкер немесе жағымсыз кейіпкер? Қайсысы өзіңіздің жаныңызға жақынырақ? Актер болып қалыптасқан жерде, 24 жыл болды деп жатырық қой. Екеуі де керек адамға. Жағымды да, жағымсыз да кейіпкерді сомдауға тура келеді. Театрда жас буындардың ішінде болашағынан зор үміт күтем дейтін деп айта алатындай жастар бар ма? Әріптестеріңіздің арасында жас буындардың ішінде. Өте көп. Ақжол, Ихсан, Райымбек, Ермек, Құралбек, бектар көп бізде. Барлығы да жас жігіттер. Осылардан көп үміт күтеміз. Театрдың болашағын соларға арттыра аласыз. Әрине, алдағы уақытта осы театрдың бір-бір тұтқасын ұстап отырған жігіттер, үлкен-үлкен рөлдер сомдап отырған осы жігіттер деп ойлаймын. Рахмет, көп. Театрда әріптестеріңіздің ішінде сіз үшін ең еңбекқор актер немесе актриса? Жалпы театрдың актерлары, біздің актрисаларымызда, актерларымызда барлығы да еңбекқор. Оның қазір бірін атап, екіншісін қалдырып кете алмаймын, себебі бәрінде сол сахнаға терлері тамшылап жүр. Олардың барлығы өнерге жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да мен олардың барлығында еңбекқор. Ешкімді бөліп жармайсыз. Солай сияқты. Әріптестеріңіздің ішінде қай актермен немесе актрисамен болашақта партнер болғыңыз келеді? Осында ойламаппын. Ойламадыңыз.
Сіз үшін сахна немесе көрермен залы қайсысы жақын? Әрине сахна. Сахна. Және соңғы сұрақ, егер де актер болмаған жағдайда кім болар едіңіз? Қандай мамандық иесі болар едіңіз? Мәссаған, мына сұрақ. Соңғы түйін жүк ауыр. Сын айтам. Жауап берсеңіз. Кім болар едім? Білмеймін. Елестете алмайсыз. Актерден басқа ешкім болмас па едіңіз? Шынында білмеймін. Көп рахмет. Келесі сіздің өнеріңізге, өнер жолыңызға деп арналған сұрақтарға көшейік. Жалпы театрдан бос уақытыңызда, осы өнерден бос уақытыңызда, театрдан шығып кеткеннен кейін бос уақытыңызда қандай жақтарға арнайсыз? Не істейсіз? Хоббиіңіз болмаса? Тағы да қиын сұрақ. Өнерден басқа? Жалпы хобби адамның, мен негізі строительмін. Мамандығыңыз құрылысшымын, иә. Оны көбі біледі, маған жақын қыздар, жігіттер, туыстарым, туысқандарым. Құрылысшымын негізі. Бірақ жасап көрген жоқсыз ол мамандықта? Қызмет жасаған жоқсыз? Жоқ, мен мектеп бітіргеннен кейін құрылыста жұмыс істедім. Өзімнің көрші ағам болды, Амангелді деген ағамыз. Сол кісінің қасында жүріп құрылысты үйрендім. Сылақты, сылауды, қалауды деген сияқты. Сондықтан да маған құрылыс өте жақын. Мүмкін құрылысшы болар ма едіңіз? Егер өнер жолын таңдамасаңыз? Мүмкін құрылысшы боламын. Мүмкін, бәріден мүмкін. Бәрі мүмкін. Ендеше келесі сұрағымыз, сіздің жалпы тек қана сіздің емес, мына қазақ халқының бойына біткен бір үлкен дарын бар ғой, ақындық деген. Ақындық сіздің бойыңызда да бар, бәріміз білеміз. Енді айтады ғой, атағы жер жарған ақын деп, сол сияқты сізде атағыңыз бір тар жерде емес, барлығы біледі, өлеңдеріңізді, поэзияларыңызды. Сол жағына кішкене тоқтала кетсек, жалпы қазіргі уақытта өлеңдеріңіз, поэзияларыңыз тоқтап қалған жоқ па? Жалпы поэзияны көбі өзім жазымды ойлайды. Мен де ойлаймын, өзім жазып отқан шығарым, ақын болармын деп. Жалпы поэзия жаздырады екен. Айтады ғой, өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта деп. Бір қайшылықтар болған кезде адам басында, қоғамда, сол кезде өлең келеді екен адам басына. Сол шығады екен. Өзінің бір уақыты болады. Тоқтап қалған жоқ. Қазіргі уақытта бар. Жазып жүрсіз. Ер Махамбет, қара жерді жарып шық, уа Кенехан, сен де оян жарықтық. Құрманғазы, домбыраңды ұмытпа, Оспан Батыр, мылтығыңды алып шық. Бұл сіздің өлеңіңіз. Дәл осындай өлеңдер осы біздің театрымызда, театрымыздың спектакльдерінде сіздің осы авторлық өлеңдеріңіз көп оқылады. Оны біразы біледі. Кейде мынандай бір сұрақ ішіңізде туындамай ма? Сол өлеңдерім, поэзияларым осы спектакльдердің көлеңкесінде қалып қойды деген. Онда сұрақ туындамайды. Себебі ол деген көрерменге барып тұр ғой. Сол сахнадан 300 адам көргенменен, ол қайта-қайта қойылған кезде мыңдаған адамдар тыңдайды, көреді, яғни ол жарыққа шығып жатыр деген сөз. Ондай сұрақ қалыптаспайды сізде? Жоқ. Қайсарлықтың мәртебесін басам деп тапсырыспен өлтірілген Махамбет. Күн ашықта бұл не қылған жарқыл деп тапсырыспен өлтірілген Алтынбек. Ақылымнан келе жатқан амал деп тапсырыспен өлтірілген Заманбек. Жұдырық боп жұмыла алмай алақан тапсырыспен өлтірілген Кенехан. Бұл да сіздің өлеңіңіз. Бұл жерде қайсарлық туралы, ер мінездік туралы, намыс туралы айтқансыз. Келесі сұрақ, кішкене өнерден алыстайық. Жалпы өзіңізге, әлем бойынша өзіңізге ең жақын қала немесе мемлекет, немесе аудан өзіңізге жақын? Ауыл. Ауылдан бастайық. Бүткіл мемлекет, аудан, өлке дегенде сол ең жақына туған жерім ғой. Қоскөл. Батыс Қазақстан облысы, Қаратөбе ауданы, Қоскөл ауылы. Туған жеріңіз. Кіндік қанымыздың тамған жер. Соңғы рет қашан бардыңыз ауылға? Жақында ғана. Жақында ғана.
Жиі барып тұрасыз ба жалпы ауылға? Жалпы ауылға жиі барып тұрамыз. Жылына 5-6 рет барамыз. Әртүрлі жағдайлармен барып тұрамыз. Түсінікті, рахмет. Қонаққа жаңа үлкен туысқандарымыз да бар ол жақта. Жалпы осы жаңа ғана айтып жатсыз, жиын тойларға барғанда жалпы сізді өнер адамы екеніңізді танып, біліп жататын кісілер бола ма? Құрмет, қошеметін көрсетіп жататын. Енді жалпы біздің Оралда шағын қала болғасын бір-бірімізді танимыз ғой. Сондықтан да ана бір талып түсіп таңғалып жатқан ешкім жоқ, дегенмен де бір-бірімізді танимыз, соның өзі бір ғанибет. Біліп жатамыз кейде. Біліп жататындар көп жалпы. Болады. Тағы бір сұрағым аға, театрымызда Махамбет рөлін ойнадыңыз, Махамбет спектаклінде. Жалпы осы Махамбет рөліне деген дайындық, не болмаса Махамбет рөлін сомдауда деген өзіңізде бір қандай сезімдер болды жалпы осы образда сахнаға алып шыққан кезде? Жаңа өзіңіз жауап бердіңіз бір сұрақта, өте қиын болды деп. Қаншалықты қиын болды? Махамбеттің образын сомдау әрбір актерге қиын. Себебі ол қанша біздер Махамбетке ұқсап баққанмен де ол кісінің 0,001% көрсете алмауымыз мүмкінбіз. Ұқсап бағамыз ғой. Ол үлкен аруаққа, үлкен батырға, үлкен ақынға деген құрметі бар бір театрдың. Махамбет қояды, сол жерде ойнап жатамыз. Қал-қадіріміздің келгенше. Соған кейде өзім ойлаймын да, осы Махамбетті одан ары қарата да дәріптеу керек қой, тек қана театрның шеңберінде ғана емес. Неге көркем фильмдер түсірмейді екен деп ойлайсыз? Үлкен көлемде. Иә, жұтаң фильмдер түсті, білеміз оны, қазір көрсетілмейді де. Себебі көрсетілетін де деңгейде емес. Ал соған, бірақ та ойлаймын, соған бару үшін де Махамбет бабамыздың, Махамбеттей батырымыздың рұқсаты керек пе, сол кісінің бір өзінің ризашылығы керек болатын шығар. Соны таппай жүрген болармыз бәлкім деп ойлап қоямыз. Келесі сұрағым, мына орыс елінің академигі тарих ғылымдарының профессоры Василий Ключевский былай деген бір сөзінде: жалпы сахнадан адамды емес актерді көрсем жалығам деп. Сіз бұл сөзге келсесіз бе, қалай бұл? Әрине, жақсы айтылған сөз екен. Негізінде шынайы болу керек қой сахнада. Қаншалықты шынайы ойнасаң, соншалықты көрерменнің жүрегіне жетеді. Ал шынайы ойнау үшін де сенің өзіңнің шынайылығың мол болу керек ішіңде деп ойлаймын. Актер болып шықпау керек сахнаға. Енді қалай актер болып шықпайсың? Ол да қиын сұрақ та. Актер болып жаралғаннан кейін, сол қызметте істеп жүргеннен кейін актер болып шығасың. Бірақ жаңағыдай нюанстарды, жаңағыдай бір астарларды, бір нәзік бір сол иірімдерді меңгеру керек болар. Енді актер деген сөздің өзі де айтып тұр ғой. Бір бейнені, белгілі бір бейнені сомдау, сол бейнеге кіру, және соны сол сықылдетіп, соның жанына еніп, ойнап беру ғой. Өмір сүру соны. Өмір сүру. Яғни шынайы өмір сүрсең, шынайы образы бейнелеуге болатын сияқты. Француз драматургы Ренар былай дейді: егерде актер спектакль уақытында нашар ойнаса, содан кейін оған деген қол шапалақ оның одан да нашар екенін көрсетеді дейді. Жалпы соған келсесіз бе? Егерде ол нашар ойнаса дейді, халық бәрібір оған қошеметтесе дейді, оның одан да нашар екенін көрсетеді дейді. Сұрақ қиындау екен. Сонда не себепті көрермен оған қол соғады? Не үшін қошеметтейді? Егерде ол сахнадан нашар өнер көрсетсе. Жалпы жаңағы осы айтып отқан француздың театрал ма? Драматургы. Ренар. Әркімнің өзінің ойы бар ғой. Өзінің әркімнің ойы бар. Мүмкін мысалға высший лигада ойнайтын Марат Бейсенғалиевтің оркестрі сол мықты шығармада ойнағаннан кейін қол соғылмайды екен негізінде. Біз байқадық, осы тыңдадық. Керемет ойнап тастайды. Бірақ қол соғылмайды. Келесі шығарма кетеді, тағы да тып-тыныш. Сосын бір бөлім бітеді, содан кейін барып қол соғады. Құлақты тұндыратындай етіп. Театрда бөлек қой, жаңағы
француздың драматург айтқандай, нашар ойнағанға қол соққан, оның тіпті нашар ойнағанын көрсетеді дейтіндей, ол да бір мүмкін қисынсыз, мүмкін қисынды бір әңгіме болар. Қазір деген осы таңғалмайтын болдық еш нәрсеге. Иә. Сондықтан да мен келісе бермеймін ол нәрсеге. Себебі театрдағы, сахнадағы бір актерға соғылмайды ғой қол қазір. Жалпы режиссердің шығармашылығына, соның жұмысына біткеннен кейін соғады ғой. Ортасында бір тауып кеткен бір сәттерде, бір оңтайлы шешімдер болған кезде, бір жылатар кез сәтінде адамды, немесе күлдірер кезде, бір пикқа жеткен кезде, шыңға шыққан кезде қол соғылады ғой. Енді оны олар соғайын деп соғытқан жоқ. Ішкі өздерінің эмоциясы шығып келіп жатыр. Қабылдаулары. Ризашылығы деп білеміз ғой. Осылай қабылдап тұрмын мен қазір. Жалпы өзіңізде рөлді сомдау уақытында не болмаса спектакль үстіндегі бір қызықты оқиғаларыңыз болды ма? Сөзін ұмытып қалу, не болмаса сахнаға шықпай қалу. Тап осындай болды, сөз ұмытып қалу. Бір қойылым болып жатыр. Аударма. Кентавр мен қыз. Бір кезде сөзін ұмытып қалдым. Жон арқамнан тер шықты да зырғанап кетті. Мұздай тер. Мүмкін емес деп ойладым. 1 минуттай ғана ұмытқан екен, бірақ та бір 15 минуттай болды ғой сол маған. Сосын партнершыдан барып арбада жүретін ойным бар өзім. Арбада жүріп, сол арбада жүрген күнімде жеттім де, ары қарай қалай еді. Құлағына сыбырладым. Спектакльдің үстінде. Иә, бір сәтін тауып. Солай болар деп ойлады көрерменде. Ол айтып жіберді. Ары қарай кетті. Бірақ ана деген бір ғасыр болды ғой. 1 минут деген. Жалпы Кентавр мен қыз, жалпы сол спектакль біздің театрымыздың өзінің бір тарихи кітабы бар ғой шыққан. Сол кітапта бар жалпы. Ол да үлкен көлемдегі спектакль болған. Сол спектакль жайлы айтып өтсеңіз. Бұл да Томан Мұқанның қойылымы. Игорь Шприц авторы. Фантазия. Таза фантастика. Жалпы жақсы қойылым еді. Қазіргі кезде репертуарда жоқ. Репертуарда қазір жоқ, бірақ оны деген васант етуге болады. Рас актерлар бар, актрисалар бар. Көркем жетекшіге, директорға ұсынсаңыздар, бәріміз ұсынсақ, қайтадан өмірге келу мүмкін. Себебі декорация, костюм бәрі бар. Сіз сол спектакльде ойнадыңыз? Мен ойнадым, енді бірақ ол образға келмейміз қазір. Онда жас жігіттің рөлі. Түсінікті. Жалпы қазіргі уақытта театрымызға біраз режиссерлар, драматургтер келіп кетіп жатыр. Біраз драматург мен режиссерлардың қолтаңбасын көріп жатырмыз. Сізге соның ішінде өзіңізге жұмысы өте жақсы ұнаған, немесе актерлығыңыз жағынан тіл табыса алған режиссерлар бар ма? Қуандық Қасымов, Марат Ақманов. Осы кісілердің шығармалары, қойылымдары әрқашан табыспен өтті бізде. Және ешқашанда ол спектакльдер құлап көрген жоқ. Әлі жүріп тұрғандар бар. Әлі көптеген спектакльдер жүріп тұр. Марат Ақмановтың қойылымдарының 5-еуі жүріп тұр ғой әлі күнге. Соңғы Томирис спектакльде. Томирисі де сол кісі қойды. Қуандық Қасымовтың қойған қойылымменен үлкен жүлде алып келді театр. Филактет Медеяменен. Режиссерлардың барлығы да жақсы ғой. Әйтпесе біздің театрлар, біз өзіміздің театрда айтам. Осындай көптеген режиссерлармен жұмыс істегендіктен де көптеген әртүрлі жанрдағы қойылымдарды қойып отыр. Оның өзі бір жетістік деп есептеймін. Осы режиссер төңірегінен ауытқымайық. Жалпы сіздің мамандығыңыз бітірген режиссер мамандығы. Қазіргі уақытта толдым, білдім деп спектакль немесе режиссер жағынан өзіңізді бір көрсететіндей дүние жасағыңыз келмей ме? Енді бірден айтайын, спектакль қоюыңыз келмей ме? Ойда бар сияқты, бірақ ана бір қатты құлшынып атқан жоқпыз. Қазір енді рөлдеріміз болған жерде әлі сол рөлімізді ойнап жүр қой. Мүмкін болашақта кім біледі? Қоярымыз. Ойда, жоспарда бар. Жоспарда жоқ. Бірақ ойда бар. Арзақта, алыста. Қазіргі уақытта мұғалімдік қызметтесіз.
Жалпы қалай? Актер болғаннан гөрі мұғалім болған оңай ма, не болмаса актер болған оңай ма? Әр мамандықтың өзінің қиындығы бар ғой. Сондықтан да қиындығы да бар, қызығы да бар деген сияқты. Екі мамандық та маған ұнайды. Екеуі бір-бірінен қашық емес қой. Мен ұстаз болғанда да сол актерлық жағынан берем ғой. Актерлық шеберліктен, сахна тілінен. Жалпы актер деген бір еркіндікте жүретін адам ғой. Өзі бір көтеріңкі көңіл күймен, қарапайымдылықпен. Ал енді мұғалім болғанда кішкене бір тұйықталу керек, оқушыларды тыңдату үшін деген сияқты кішкене қабағымды түйіп ұрсу керек. Сол жағынан қалайсыз? Енді актер болғасын меңгереміз ғой. Қабағымды түйіп ұрсамыз. Аудиторияға кірген кезде образдасыз. Мұғалімнің образына да кіріп аласыз. Оған да тура келеді солай істеуге. Оны күн сайын ойнап жүрсіз. Солай қоямын. Сол үшін уже сізге ол қиын емес. Көп қиындық тудырмайды. Бірақ енді балалармен жұмыс істегенде қиындықтан гөрі жаңағы мән бересің ғой. Балалардың болашағына, олардың қалыптасуына, театрға қарай қадам басуына, тәй-тәй басып кетуіне ары қарата мән бересің. Сосын балалар көріп тұрасың ғой. Бір көргеннен байқаймыз. Енді әрбір актер психолог қой. Сосын осы баладан бірдеңе шығады ау деп сол балаға ставка қоясың, рөлдер бересің, жұмыстанып соны театрға тартамыз. Бәріміз де солай құлағымызда жүріп жүріп адам қылды ғой үлкендер, ағаларымыз, апаларымыз. Рахмет, көп қуанышқа келгеніңізге көп рахмет. Бұл біздің кейіпкер бағдарламамыз. Сізді өнер жағыңызды, өнердегі өміріңізді ашып, кішкене сол жайлы үлкен мағлұматтарды өзіміздің тұрақты көрермендерімізге беру мақсатында болатын. Келгеніңізге көп рахмет. Сізге творчестволық табыстар тілейміз. Өнердегі жолыңыз ұзағынан болсын, шабытыңыз талмасын. Сізден әлі де авторлық өлеңдер күтеміз, жаңа образдар күтеміз. Тек қана жақсы жаңалықтар болсын. Жасап жатқан театрыңыздың ғұмыры ұзақ болсын. Келгеніңізге көп рахмет. Рахмет. Сізге үлкен алғыс айтамыз. Құрметті көрермендер, жалпы өзіңнің ойыңдағы сұрағыңды, егер сол сұраққа жауап таппай жүрсең, театр сол сұрақтарға жауап беретін үлкен интенция деп айтатын болған. Сондықтан да сол ойыңыздағы сұрақтарға жауап іздегіңіз келсе, сіздер бүгіннен бастап, дәл қазіргі сәттен бастап театрға келуді жоспарлаңыздар. Өйткені театр ол ең үлкен рухани баю. Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театры сіздерді сол жағынан күтеді. Сіздермен болған кейіпкер бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ермек Райымбек Дәуренұлы. Келесі жүздескенше сау болыңыздар. Рахмет көп.